Елімізде жұмыстан шыққан адамдар 6 айға дейін әлеуметтік төлем ала алады. Бұл көмек мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры арқылы беріледі. Ал оны алудың шарттары қандай, кімге қанша теңге төленеді? Ернұр Медет айтады. Биылғы 1 тамыздағы дерек бойынша 244 мыңнан астам адам әлеуметтік төлем алады. Олардың басым бөлігі алғаш рет осы мүмкіндікті пайдаланып отыр. Жәрдемақыға жалпы 73 миллиард теңгеге жуық қаражат жұмсалған. Ал енді қаржылай көмектің берілу тәртібіне тоқталсақ, жұмыстан шыққан азаматқа табысының 45%-на дейінгі мөлшерде ақшалай қолдау көрсетіледі. Мысалы, айлық жалақысы 100 мың теңге болса, 45 мың теңгеге дейін төлем тағайындалуы мүмкін. Ал оны алу мерзімі адамның әлеуметтік сақтандыру жүйесінде қанша уақыт болғанына және соңғы 2 жылдағы табысына байланысты 1 айдан 6 айға дейін созылуы мүмкін. Төлем алу үшін не істеу керек? Жұмыссыз ретінде тіркелген соң министрлік сіздің телефоныңызға төлем тағайындау туралы SMS жібереді. Егер келіссеңіз, төлем автоматты түрде төлене бастайды. Айта кетейік, жәрдемақы жұмыстан шығу себебіне қарамастан беріледі.